Алтын Орданың астанасы болған Сарай Бату қаласының әлі ашылмаған сыры көп. Ресейлік тарихшылар 13 ғасырда бұл жердегі халық қыпшақ тілінде сөйлегенін айтады. Елбасы рухани жаңғыру мақаласында да ұлы даланың кең байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарғанын атап өткен еді. Географиялық белдеуде мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. Сапарын Сарыарқадан бастаған бабалар ізімен экспедициясы Астраханьға арнайы барып осы өлкедегі құнды тарихи деректермен танысты. Тақырыпты экспедиция құрамында жүрген әріптесім Асқарбек Қазанғап сабақтайды. Қазақстанды артқа тастап бабалар ізімен экспедициясы Ресей шекарасына өтті. Алдымен аттың басын Астрахань облысындағы Кішарал ауылына бұрдық. Мұнда 19 ғасырда елдің батысында билік құрған Бөкей хан жерленген. Оның табанды талабы мен жігері арқасында қазақтар қалмақтарға өтіп кеткен аумаққа қайтадан қоныстанған еді. Соның нәтижесінде батыстағы шекарамыз шегенделді. Благодаря ему казахи вернулись на свои исконные земли. Оның арқасында қазақтар тарихи отанына қайтадан оралды. Павел I 1801 жылдың 11 наурызында жайықтың бергі бетке өтуіне ресми түрде рұқсат берді. Бұл аумақ орыстар келгенге дейін қазақтардың атақонысы болған. Астраханьнан 130 шақырым жердегі бұл қыраттардың тарихы қаншама ғасырдың сырын ішіне бүккен. Бұл 13 ғасырда Алтын Орданың астанасы болған Сарай Бату қалашығы. Тарихи шаһардың біраз бөлігі осыдан 7 жыл бұрын қалпына келтірілді. Бабалар ізімен экспедициясының мүшесі, тарихшы Жақсылық Сәбиевтің айтуынша, бұл шаһар о баста Сарай Батудың резиденциясы болған Ақ Орданың айналасында құрылған. Хан прикочевал в данной степи. Хан осы аумаққа резиденциясын көшіргеннен кейін, оның айналасында үлкен қала пайда болды. Шаһардың көлемі сәулетіне сол кезеңде әлемде тең келген қалалар аз болған. Ақ Орда атауының тарихын қазбалайтын болсақ, оның тарихы 8-9 ғасырдағы Хазар қыпшақтардан бастау алады. 13 ғасырдағы Сарай Батудың сәулет құрылысы қандай қақтырады? Сол дәуірдің өзінде тұрғындардың жатын жайларында кәріз жүйесі, су құбырлары жүргізілген. Тіптен тұрғындардың суға түсетін өз хауыздары да болған. Жолдың қашықтығына қарамай көне шаһарды көруге келуші көпшілік қарасы көп. Туристер кітаптан оқыған тарихты бұл жерде өз көздерімен тамашалап, сол дәуірге бір сәтке сапар шегеді. Саяхатшы Сапар Ысқақов сан ғасырлық тарихы бар сарайшық, отырар секілді қалашықтарды осылай қалпына келтіріп, ашық аспан астындағы мұражай жасаса, бүгінгі буынға берер тәрбиесі мол болар еді дейді. Мынау Жібек жолында Сығанақ, Сайрам, Талхиз, Алматы толып атқан қалалар. Тараздың өзін алайық. Егер біз жастарды тәрбиелегіміз келсе, олардың бабаларының қандай із қалдырды, қандай қалалар қалдырды, қандай мәдениет қалдырды, соны білгім келсе, біз ескі қалаларды орнына келтіруіміз керек. Ең болмаса, соның бір 20-30% болса да. Алтайдан Дунайға дейінгі атырапта қоныстанған қазақ тарихына қатысты әлі күнге ашылмаған тарих беттері көп. Бабалар ізімен экспедициясы көмескідегі құнды деректерді жарыққа шығару мақсатымен сапарын одан әрі жалғайды. Асқарбек Қазанғап, Хабар 24, Астрахань облысынан.